Анау айтып ауыз жиғанша дейді ғой, мына ойын осы жаңағы көшпенділер өсіп атып өтті деді ғой, біз оны көргеніміз жоқ, бірақ не болып жатқанын бәрін естіп біліп көріп отырмыз. Міне ел құлағы елу, көптің көзі көреген деген осы. Міне қазақтардың өзі комментарий беріп отыр ойынға. Қазақтардың ішінде намысқа сөйлейтін жігіттер көп. Біздікі иттік болды, біздікі арамдық болды, біздікі ұят болды деп қазақтың жігіттерін өздері айта бастады. Мінекей бұл алды, бұл әлі үлкен дау-дамай қауласады. Сол үшін мына қырғызды шақырып көкпар өткізіп жүрген сымақтар екі елді бүйтіп жауластыра бергенше, бүйтіп дауластыра бергенше көттеріңді қысып қоя салсаңдаршы, ең дұрысы. Көкпар сенің нетеңің деген екен баяғыда біреу. Шақырасыңдар ма көкпарға қырғызды, әділ өткізіңдер. Таза ойын болсын, сонда көресіңдер кімнің күшті екенін. Шақырып алып, иттік қылып, арамдық қылып, екі елді бұлай дауластыра берген, жауластыра берген бұл жақсы емес бұл. Ойымша, көкпаршының баласы ретінде, көкпар маманы ретінде менің пайымдауымша, бұлар мынау қазақ қырғызбан соңғы ойын. Бұлар бұдан былай қырғызбан ойнамайды. Бұлар дәл осылай арамдыққа, осындай иттікке бара берсе, бұлардың арасы ол ешқашанда бір бітімге келмейді бұлар. Соны анау көшпенділерді ұйымдастырып атқан жүр ғой біреулер, ойбай қырғыз қазақты дос қылдық, достастырып жатырмыз деп. Оның бәрі әшейін, бұлай сырт көрер көзге солай деп айтып мақтанып жүр олар. Бірақ бұлар ішінара қазақ пен қырғызды әбден осы көкпар арқылы жауластырып, өшіктіріп бір-біріне, әбден соның әр нәрсенің шегі болады, соның шегіне жеткізді бұлар. Өйткені ол сол көшпенділерді мен о баста айтқам, ол қалай өтеді, көкпар мәселесі қандай болады, кім жеңеді, оның бәрін мен көкпар маманы ретінде алдын ала болжап айтып қойғам. Сол мен айтқаным дәлге келіп жатыр. Оны жігіттер жан-жақтан хабар беріп айтып отыр маған, соны көріп атқан жігіттер. Бұлар осындай арамдық, осындай иттік жасау арқылы ол қырғызды солай ұтып жеңіп жатқан болса, ол ел оған риза емес деген сөз. Бұл спорт деген әділ болу керек. Спорт деген елдер мен елді достастыратын спорт дейді. Материктер мен материктерді достастыратын спорт деген. Спорт әділ, таза, шынайы өткен жерде ғана елдер мен елдер достасады. Арада ынтымақ болады, бірлік болады, сыйластық болады. Бұлар сондай арамдық жасағаны, арамдық иттік. Ол ертең күні олар да соны еліне шақырып алып соны істегісі келеді. Одан кейін бұлар біздің текетасығыштар енді Қырғызстанға бармайды. Агар анығында осындай иттік қылып, арамдық қылып жеңіп жатқан болса, келесі кезек сол қырғыздар өткізеді ғой, көшпенділерді. Бізден бармайды ешқандай шабандоздар. Сол басы қасында жүрген атақты теке тасығыштар да бармайды, бір балдарды жіберуі мүмкін. Оны да істеді ғой бұлар. Бір балдарды атсыз жіберіп, мына жақтан өздері WhatsApp-тан қырғыздан қорқып, өзбектің артына тығылды. Қырғызға қалай жол беруді, өзбектен қалай ұтылуды айтты бұлар. Бұлар сол күйі қалады. Өйткені бізде Қазақстанда көкпар жоқ. Бізде көкпар дамыған бәлесі де жоқ біздің. Бізде қашан қазақ ата-бабамыз шақпан, ата-ана дұрыс шақпан көкпары орнамайынша қазақтың қырғыздан ұтылған болады. Қырғызбен ойнаған жерде қырғызға арамдық қылғаны, арамдық жасаған болады. Тек арамдық арқылы ұтатын болады бұлар. Нөмір бірінші әділетсіздік ол мына төрешінің өзімізден болуы. Мемлекет аралық ойында спорттың барлық түрінде төреші өзге елден болу керек. Бұлар барлығына өзімізден төрелік етуде. Ол дұрыс емес. Мысалға қырғыз қазақтың ойынына төреші өзбектен болу керек. Немесе басқа мемлекеттен, басқа елден болу керек. Бұлардығы өзі білер мендік. Бұл ешқандай да спорттың заңына сәйкес келмейді бұл. Сондықтан мен бұндай әділетсіздік жерге тұмсығымды бас сұққым келмейді. Бұндай әділетсіз ойынды мен қарағым да келмейді, көргім де келмейді.